Сәлем достар, бүгін сіздермен сәбіз туралы ақпаратпен бөлуге дайынмын. Сәбіз адамның ағзасында пайдасы өте зор. Адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағы да бір өсімдік ол сәбіз. А дәрумені калий тұзы мен каротинге бай өсімдік ағзадағы тұздың судың айналасын реттеп, судың денеден бөлінуін қамтамасыз етеді. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оның кішкентай бөбектер, болашақ ана және бала емізетін аналар асқазан, бүйрек, жүйрек, қант, диабет ауруына шалдыққан жандардың көбірек пайдаланғаны жөн. Ересек адам күніне 1 стакан сәбіз шырынын пайдаланса әбден жеткілікті. Тек сәбіз шырыны тұрып қалмауы керек. Ұзақ тұрып қалса, шырынның сапасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі. Сондықтан да сәбіздің осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің едәуір бөлшегі адам ағзасы өзіне оңай сіңіреді. Сәбіздің құрамында каротиннен бөлек адам ағзасына сіңгенде глюкозаға айналатын 6-8% қант та бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұқа қабығында сақталады. Ал ортаңғы өзегі аскорбин қышқылы мен Б дәруменіне бай сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдаланы. Оның құрамындағы фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Сәбіз шикі күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізді де минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамдарға сәбіздің пайдасы өте мол. Сәбізді көптеген тағам түрлеріне қосып әзірлеуге де болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын дей отырып, сіздермен ақпарат бөліскен Адам әнді тағам каналы. Сіздерден подписка и лайк, бізден ақпарат.